Және де бүгінгі подкастымыздың құрметті атақты журналистердің бірі Жайна Асламбек. Подкастымызға қош келдіңіз. Осы журналистика деген қызығушылығыңыз қайдан бастау алды? Және бұл саладағы ең маңызды өмірлік сабақтарыңыз қандай? Журналист болуды бала күнімнен армандадым. Бірақ егер нақтырақ айтсақ, мен кішкентай кезінде өлең жазатынмын. Цифрлық технологиялар дамыған заманда, мысалы, міне өздеріңізде подкаст жазып отырсыздар, иә, қолыңыздағы смартфонмен ақ жұмыс істеуге болады. Өзімнің ойым бар, арманым бар, оның ішінде жоқ ондай пункттер. Шоқтығы биік бірнеше деректі фильмді түсіруге өзім себепші болғаныма қуанамын. Да, жұмыс істеп жүреді. Жас буын келу керек. Телевидениенің өлмеу үшін де. Осы саланың болашағы қандай бағытта дамиды деп ойлайсыз? Ақпараттық сараптамалық бағдарламада соның барлығы болады. Сәлеметсіздер ме біздің Ой таста подкастының құрметті көрермендері. Ой таста подкастын жүргізетін мен Арай Алморалбек, және де бүгінгі подкастымыздың құрметті атақты журналистердің бірі Жайна Асламбек. Подкастымызға қош келдіңіз. Рахмет, Арайлым. Біздің Ой таста подкастымыздың мақсаты қазақ тілді жобаларды насихаттау арқылы қазақ тілі контентті дамыту және әртүрлі сала мамандарына сұхбат ала отырып, оқырмандарды шабыттандыратын, оларға зерделі ой тастайтын подкаст жобасын жүргізу. Алғашқы сұрақ, сіз алғашқы еңбек жолыңызды қателеспесем 1996 жылы Хабар агенттігінде бастаған екенсіз. Сол кезден бастап көптеген лауазымдарда қызмет атқардыңыз. Қазіргі таңда апта бағдарламасының жетекші жүргізушісі болып отырсыз. Осы журналистика деген қызығушылығыңыз қайдан бастау алды? Және бұл саладағы ең маңызды өмірлік сабақтарыңыз қандай? Журналист болуды бала күнімнен армандадым. Бірақ егер нақтырақ айтсақ, мен кішкентай кезінде өлең жазатынмын. Сосын өлең жазып, бір талаптың тұлпарына мініп дегендей. Бірден соның бір оқу бар шығар деп ойладым. Сөйтіп зерттей келе ең жақыны журналистика саласы екенін білдім. Шынымды айтсам, қазіргі Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетіне оқуға түскенше журналист болам деген ондай қатты ой болған жоқ. Мен көбінесе сол поэзия әлемінде жүретін. Бірақ журналистика факультетіне түскеннен кейін ол кезде бүкіл еліміз бойынша жалғыз факультет болатын ол. Журналист мамандарын дайындайтын. Ол мүлдем басқа дүние екенін ұқтым, ол мүлдем үлкен әлем, өнер екенін ұқтым. Және шынымды айтсам, мен ондай талантты ақын еместігімді ұқтым. Сөйтіп, ақырындап мен теориялық білім алдым, сөйтіп менің журналистикаға деген бір құштарлығым оянды. Негізі журналист болу сол ұлттық университетте оқып жүрген кезде келген сияқты маған. Ал оған дейін жаңағы балалық қиялмен, ұшқыр қиялмен көбінесе сол ақын болуды ойладым. Рахмет жауабыңызға. Сіз Хабар, Астана, Қазақстан телеарналарында ақпараттық сараптамалық бағдарламалардың жүргізушісі және продюсері болдыңыз. Әртүрлі арналарда жұмыс істеу барысында байқаған ерекшеліктер, немесе айырмашылықтар қандай болды? Мысалы, менің білгім келіп отырғаны, әсіресе осы тележурналистиканың даму тұрғысынан не байқадыңыз? Иә, қазіргі кезде енді цифрлық технологиялар дамыған заманда, мысалы, міне өздеріңізде подкаст жазып отырсыздар, иә. Оған бұрынғыдай үлкен профессионалды камералар нақты телевидение саласында керек емес деген сияқты. Ол жағынан әрине қарапайымдана түсті қазіргі технологиялар, техникалар. Тіпті осы қолыңыздағы смартфонмен ақ жұмыс істеуге болады. Енді сіз нақты қандай айырмашылық туралы сұрап тұрғаныңызды мен кішкене алып тұрған жоқпын. Жалпы тележурналистиканың дамуы туралы ма? Тележурналистиканың дамуы үшін жұмыс істедім деп айтпаймын мен. Мен осы қоғамда, өмірде, тіршілікте, жалпы мемлекеттің дамуына сәйкес сол болып жатқан оқиғаларды, процестерді, бүкіл тенденцияларды қадағалап және соны жұртқа тарататын адам ретінде әрине
кәсіби маман ретінде өзіңнен өзің априори дейді ғой, өсе бастайсың. Оққан үстіне оқисың, оны тоқыған үстіне тоқисың, иә, мысалға. Санаң да өседі, өрең де өседі, жалпы пайымың да өседі. Соншалықты журналист мамандығы мына мемлекет дамуымен, қоғам дамуымен өте тығыз байланысты. Өйткені сол процестерді жазушы адам ғой, қадағалаушы және соны жазушы адам. Сондықтан ондағы трансформациялар, жалпы даму баспалдақтары тезірек жүреді. Қазір әрине басқа мамандықтарға байланысты да ол процесс тезірек жүреді. Өйткені цифрлық технологиялар дамып жатыр, иә? Соған сәйкес қойылатын талап та өзгеріп жатыр, сұраныс та өзгеріп жатыр. Бірақ әу бастан журналистика мамандығында жүрген адамдардың өсу динамикасы жоғары болады деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден нақты ақпараттық сараптамалық бағдарламаларда жұмыс істейтін адамның прогрессі тіпті үлкен болады. Өйткені ол ақпараттық сараптамалық бағдарламалар күнделікті өмірмен тығыз байланысты, саясатпен тығыз байланысты. Сондықтан мен тек өзіме жауап бергім келеді. Өзімде әрине үлкен өзгерістер, жаңа көкжиектер, сана көкжиегін айтып отырмын бұл жерде. Жаңа пайымдар, жаңағы өсті деп айтуға болады. Эмоциялар кейін қарай сырылады, прагматикалық ойларға көбірек ұмтыласың. Ұмтылғанда қалай? Солар келе бастайды өзі. Жауабыңызға көп рахмет. Сіз 2019 жылы президентіміздің сыйлығын және 2020 жылы Тұмар ұлттық телевизия сыйлығын иелендіңіз. Осы сіз үшін бұл марапаттар қандай мәнге ие болды? Және олар сіздің осы кәсіби өсуіңізге қандай маған ешқандай әсер еткен жоқ. Мен әу бастан сыйлық іздеген адам емеспін. Ешқашан бір марапатым болса деген адам емеспін. Ол сыйлықтар менің ойымша бірінші кезекте жақындарыңның қуанатынына қуанасың. Мысалға, анамның қуанатынына, бауырларымның қуанатынына, кәсіби тұрғыдан баламның еңбегі еленіп жатыр деп қуанады, иә, мысалға, анаң, бауырларың, солардың қуанатынына қуанады екенмін мен. Ал өзімде мен соған шәпкімді аспанға атып қуандым, менде бір құлшыныс пайда болды, ол менің төбемді көкке көтерді деп айта алмаймын, шын айтамын. Бірақ тұлға болып қалыптасуыңызға жоқ, әсер етпейді. Өйткені менің өзімнің ойым бар, арманым бар, оның ішінде жоқ ондай пункттер. Мынандай орден алсам, мынандай марапат алсам, мынандай медаль алсам деген пункттер жоқ. Сенесіз ба, сенбейсіз ба, ол енді сіздің хақыңыз. Бірақ менде ондай мақсат, мұрат болмағандықтан да ол дүниелер менің профессионалдық деңгейімнің өсуіне немесе басқа да бір өзгерістерге апарды деп айта алмаймын. Иә, адам ретінде бір сол қуанышты сәттерде бір енді бәрімізде де бар ғой, пенделік қуаныш дейді ғой, сол бір сәттерде. Жаңа айтып отқандай, мамамның қуанатынына, бауырларымның қуанатынына, баламның қуанатынына. Болды. Жақсы. Сіз 2022-2023 жылдары Хабар телеарнасының директоры болдыңыз. Осы қызметті атқардыңыз. Осы телеарна басшысы ретінде қандай қиындықтар мен жетістікке қол жеткіздіңіз? Менің ойымша бұл дүние жалпы мына көрерменге қызық деп ойламаймын. Бұл көбісі ұйымдастырушылық жұмысқа байланысты, менеджерлікке байланысты. Бұл да бір менің өмірімдегі белес, менің айтқым келетіні. Бұрын білмеген нәрселерімді білдім деп те айта алмаймын. Бірақ мысалға сол кезде жұмыс істеген кезімде бәрі уақытша ғой, мысалға қызмет те уақытша, бәрі уақытша. Сол кезде бір жақсы дүниелер жасалғанын қаладым. Соған сәйкес жұмыс істедім. Әрине менің ойлағаным барлығы орындалған жоқ, бірақ ішімнен бір өзім марқаятын дүниелер бар. Ол Абайдың соңғы күндері деген деректі фильм түсіргеніміз, Кісен ашқан деген деректі фильм түсіргеніміз, Әуезовтың құстары деген деректі фильм түсіргеніміз. Осындай бір шоқтығы биік бірнеше деректі фильмді түсіруге өзім себепші болғаныма қуанамын. Сонымен қатар орыс тілінде культурный контекст деген циклды апта сайын шығатын хабарды ашуға мұрындық болдым. Оны Назарбаев университетінің профессоры Алима Бисенова әлі күнге дейін жүргізеді. Оның жабылып қалмағанына мысалға мен қуанамын. Ол мына культурологиялық дүниелерді
жалпы адамның санасына байланысты, иә, тарихи тізбектерді, түрлі кезеңдерден өткен адам, ұлт қалай әрі қарай өзін алып жүрді, қандай процестер қалай әсер етті деген үлкен терең сұрақтарға жауап іздейтін дүние. Міне осы бағдарламаның ашылуына ықпалдасқанына қуанамын. Сонымен қатар Оян деген таңғы бағдарлама болды, өкінішке орай ол жабылып қалды, бірақ сол бағдарламаның ашылуына септескеніме қуанамын. Ол жерде ерекшелігі жастар жұмыс істеді. Жаңа мысалға біз жасыратын жоқ, телевидениеде қазір жас мамандар тарту өте қиын. Барлығы әлеуметтік желіде, оның ішінде ютубта жұмыс істеп жүреді. Жас буын келу керек телевидениенің өлмеу үшінде. Мысалға Оян бағдарламасында талантты жастар жұмыс істеді. Сондай бірнеше дүние бар. Мысалы соларды жасағаныма мен қуанамын. Жауабыңызға рахмет. Сіз өзіңіз айтып отырсыз, тележурналистика бұл медиа саласы екеуі бірге өте қарқынды дамиды. Сіз өзіңіздің тәжірибеңізді сүйене отырып айтып отырғаныңыздай, болашақ журналистерге қандай кеңестер берер едіңіз? Өйткені жаңа буынды тарту үшін оларда мүмкін қызығушылық болу керек, осы салада мақсаттары болу керек. Осы саланың болашағы қандай бағытта дамиды деп ойлайсыз? Әрине қазір енді цифрлық медианың дамуына байланысты телевидениенің рөлі бұрынғыдай мықты деп айта алмаймын. Бірақ телевидениеде өзінің әлеуметтік желілердегі парақшаларын белсенді жүргізу арқылы аудиторияның жаппай кетіп қалмауына да жұмыс істеп отыр. Әртүрлі формаларын тауып деген сияқты. Мен ойлаймын, журналистерге не деп кеңес берем? Жалпы мен біреуге кеңес беруден қашатын адаммын. Мен былай ойлаймын, егер жас адам журналист болуды жақсы көріп, жүрегі қалап тұрса, оған өйтпейді деген нәрсенің өзі артық сияқты. Ол жан жүрегімен, миымен журналистика мамандығына барамын, журналист болам десе, ол сол жолда кездесетін барлық жолдан өтеді. Оқуын оқиды, оны зерделейді, соған әрі қарай жұмыс істейді. Оған қалай не деп кеңес беруге болады? Әрине болады андай сөздер айтуға, үлкен пафоста. Қиындықтан қашпа, ылғи өліп өшіп оқы, оны тоқы, шаршама, ағылшын тілін ана тіліндей білуге тырыс, осындай кезекші дейді ғой, кеңестер беруге болады, бірақ менің ойымша білмеймін. Журналист болғысы келетін, болуды армандаған адам өзі ақ біреудің кеңесінсіз, ештеңеге бұрылмай, цензураға қарамай, сөз бостандығының аздығына қарамай жұмыс істейді деп ойлаймын. Журналистте сынып кетпейтін мінез болу керек деп бұрын айтатынмын. Мен ол ойымнан айныған жоқпын, өйткені жасыратын жоқ, бізде классикалық үлгідегі сөз бостандығы бар деп айта алмаймыз. Сондықтан да мінез екі есе керек. Ол мінез жаңағы айқайлап ұрсатын мінез емес. Ол білімге, анализге, болжай алуға, түрлі процестердің түбін түсінетін осындай багажбен толыққан мінез. Жауабыңызға көп рахмет. Сіз көптеген жылдар бойы ақпараттық сараптамалық бағдарламалармен айналысып келесіз. Қазіргі уақытта Қазақстан қоғамының қандай тақырыптар мен мәселелер сіздің ойыңызша ең өзекті болып табылады? Осы апта бағдарламасының осы мәселелерді қалайша қамтитыны туралы айтып өтсеңіз, ол ақпараттарды сіздер қалай қабылдайсыздар? Әрине бұл апталық бағдарлама болғасын, енді аптадағы, бірақ негізі аптадағы емес, жалпы осы сәттегі деп айтайықшы, біздің уақыттағы қоғамды, мемлекетті, адамды толғандырған мәселелерді біз міндетті түрде талқылаймыз. Әуелі ол менің басында жүреді.
мысалы мәселе деп айтайықшы, мен басында жүреді, сосын редакциямыз бар шағын, барлығымыз отырып талқылаймыз да бұны біз қалай зерттейміз, қалай кімдерден спикерлерді аламыз, қандай ой саламыз. Өйткені бір мәселе тіпті бір сюжетке сыймайды, шын мәнінде бір материалға сыймайды ол ой, мәселенің жан жағынан алып қарағанда. Бірақ дегенмен де соның ядросын беруге тырысамыз, соны талқылап, сосын жаңағы тілшілер тапсырмасын алып бір апта бойы, бір апта емес, толығырақ 4 күн жұмыс істеп, солай материалды біз ұсынамыз. Әрине біздің мемлекетімізде, қоғамда өзекті мәселе өте көп, оны бәріміз де біліп отырмыз. Егер мысал келтірсек, соңғы кезде біз суицид мәселесін жиі айтып жүрміз. Негізі бұл мәселе, мысалы мен журналист ретінде 10 жылдың үстінде болды. Осының өте бір қорқынышты сондай бізде тенденция бар екені. Өйткені өкінішке орай халықаралық беделді институттардың сараптамасы бойынша біз жалпы суицид бойынша, оның ішінде балалар суициді бойынша өкінішке қарай біз алдыңғы қатардамыз. Міне бұл өте алаңдайтын проблема. Енді мысалға қазір соңғы кезде мынандай дискуссия бар да, бәріне кінәлі интернеттегі түрлі ойындар, контент деген. Мысалға мен оған келіспеймін. Иә, олардың да ықпалы бар шығар. Бірақ дегенмен, менің ойымша, ең бастысы 99% деп айтсам бекен, балаға жауапты ата-ана. Ата-ана жауапкершілігінде бала. Бала ата-ананікі, бала менікі. Оның өсуіндегі, қалыптасуындағы жауапкершілікті контентке апарып қойғанның өзі, менің ойымша, жұмсартып айтқанда ащы күлкі туғызады. Мінекей осындай мәселелер, тағысын, егер әлеуметтік мәселелерге келсек, жол проблемалары. Оны айтқанымызға білмеймін енді, қартаятын болдық. Ащы күлкі туғызып айтсам. Жол мәселесінен бөлек бізде басқа да әлеуметтік проблемалар жетеді. Мысалға, қазір мінекей бүгін күн маужырап тұр, бірақ дегенмен біз білеміз, солтүстік өңірде, шығыста күннің суытатынын, қар жауатынын. Қысқы дайындық мәселесі. Бізде мысалға коммуналдық инженерлік құбырлар ғой енді, инженерлік құбырлар, коммуналдық мүліктер 61%-ке тозған. Бұл деген өте алаңдататын мәселе. Одан бөлек, мысалға бізде қазір қарқынды түрде урбанизация жүріп жатыр. Бізде қаланың адамдарының саны көбейіп жатыр. Бірақ соған сәйкес әлеуметтік нысандар салынып үлгеріп жатқан жоқ. Одан бөлек, көшіп келіп жатқан адамдардың жұмысқа орналасуы. Осындай бірінен бірі шығатын мәселе өте көп. Әлі күнге дейін бізде 3 ауысымда оқитын мектептер бар. Ол проблеманы шешіледі 2022 дегеннің өзіне 5 жыл өтіп кетті. Бұлай қарасаңыз. Мектептерде, ауылдарда интернеттің жылдамдығы өте төмен. Мынандай заманда интернеттің жылдамдығының төмен болуы ол мүлдем дұрыс емес нәрсе. Осындай проблема өте көп бізде. Бұл мен бетінен ғана айтып отырмын. Негізі өте үлкен. Әскердегі әлімжеттік мәселесі. Дүркін біз сондай оқиға естиміз. Оқиға болғанын, опат болатынын, немесе мүгедек болып қалатынын. Бұл сұмдық нәрселер ғой. Рахмет жауабыңызға. Осы журналистика саласында ақпараттарды жеткізесіздер, жаңалықтарды тікелей тура сол уақыттарда сіздер халыққа жеткізесіздер. Осы кезінде ақпараттарды сіздер қалай қабылдайсыздар? Мысалы, жүрегің ауыратын сондай тақырыптарды тыңдап өте ауыр соғады. Сол кезде сіздер қандай іс-әрекет жасайсыздар? Мүмкін бұл сіздерге де эмоционалдық тұрғыдан мүмкін қатты тиеді. Бірақ оны жеткізу керек. Оған үйреніп кету мүмкін емес. Ол өте адамның жүрегін ауыртады. Кей кезде ұмыта алмай жүресің. Көзіңе жас толып кетеді эфирден оқып тұрған кезде. Даусың дірілдеп кетеді. Өйткені бейбіт күнде адамның олай мысалы өлуі, балалардың суицидке баруы,
шынымен де адамды уайымға қарай жетелейді. Оның үстіне өзім де бала асырап, балам бар, анамын. Барлығын миыңнан ғана емес, жүрегіңнен өткізесің. Бірақ барынша эмоцияны, нақ эфирде тұрғанда, барынша эмоцияны ұстап, өзіңе сабыр деп, оны шыңғырып жыламай жеткізу керек, ол міндетің. Ал жалпы қабылдау мәселесіне алғанда, қабылдау тұрғысынан алғанда, әрине өте қиын. Мен 28 жыл болыпты журналистикада жүргеніме, әлі күнге дейін осылай болыпты деп қоя салмайды екенмін. Бұл енді менің өзімнің жеке бір табиғатым шығар. Мысалы, салқынқандылықпен қабылдай алатын әріптестерім бар. Ол жақсы немесе жаман деп айтуға келмес. Ол адамның индивидуалды дейді ғой, индивидуально. Жалпы табиғатының қандай болғанына байланысты шығар. Мысалы, көптеген жаңалықтарды жүрегімізге алып қаламыз, соны ұмыта алмаймыз. Мысалы, менде өзімде болады, тыңдамауға тырысамын мысалы. Ал адамдарға жеткізген кезде сіздер ақпарат нақты жеткізуге тырысасыздар. Бірақ та бұл бәрібірде оны шешу керек мысалы мәселені. Жоқ, ол журналист болғаннан кейін сенің оны тыңдамай қоя салу, өтірік оқи салу деген ол дұрыс емес. Ол адам, мен ондай адамды журналист деп есептей алмайтын сияқтымын. Өйткені сен білдің ғой әу бастан. Сен текке ғана, әрине болады кей кезде, салалық журналистика дейді ғой, мысалға өнер, кино тақырыбында, мәдени тақырыптарға бір көрмелер тақырыбына жазатын адамдар болады, журналистер болады. Әу бастан соны жақсы көреді, жан дүниесі жақсы көреді. Оны мен жаман деп тұрған жоқпын. Ол да өзінің табиғатына сәйкес бір саланы алады. Сонымен сәйкес қаржы, экономика жағын таңдап алатын журналистер болады. Сол сияқты бірақ қылмыстық тақырыптар туралы жазатындар журналистер де болады. Ал мына ақпараттық сараптамалық бағдарламада соның барлығы болады. Сен оған әу бастан дайын болуың керек. Жауабыңызға көп рахмет. Біздің подкастымыздың аты Ой таста деп аталады. Біздің тыңдармандарға бүгінгі сұхбаттың қорытынды сөздің түйіні ретінде қандай ой тастар едіңіз? Мысалы, қаншама саланың басын біріктіріп жүру, жеке өміріңізбен, осы отбасыңыздың басқару тәжірибесімен де бөлісе кетсеңіз. Менің ойымша, адам өзінің таңдаған мамандығын неғұрлым жақсы көрсе, бар жан тәнімен жұмыс істесе, енді мынандай сөздер жек көремін, бақытты болады дегенді. Бақыт дегеннің өзі білесіз ғой, әртүрлі қабылданады, бақытты сәттер деп айтайықшы, бақытты сәттері, өзіне өзі енді ылғи бір қанағаттанарлық сезім болмас дегенмен де, мен дұрыс жол таңдаған екенмін, мен шатаспаған екенмін деген адамның өзіне өзі қоятын сұрақтары бар, ол өте маңызды сұрақтар негізі. Сол сұрақтарға оңай жауап беру үшін мамандық таңдауда адам қателеспеу керек деп ойлаймын. Ол әрине бала кезден армандауы мүмкін, 11-ші сыныпта ол бір ой келіп, соның төңірегінде сен жұмыс істей бастауың мүмкін. Не болса да қателеспеу керек. Ата-ана қысымы болса ше? Ата-ананың қысына қарамау керек. Өзің арман. Әрине, менің де ата-анам журналистика дейсің ба, мүмкін сен шығыстану факультетіне барасың деген әңгімелер айтты. Бірақ маған андай, жоқ, сен бармайсың деген әңгіме айтылған жоқ. Дегенмен оларда күдік болды. Бірақ мен шынымды айтсам, соған байланысты бір толқып, қайтсем екен, ойланып көрейін ба деген бір сәтте менде күмән болған жоқ. Өзімнің айнымайтыныма сол жолда. Көп рахмет. Тыңдармандарымыз өздеріне зерделі ой түйді деген сенімдеміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сізге рахмет.